Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балық қорудың екі әдісімен бөлісетін боламын. Сондықтан соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Ең алдымен балықты жуып тазалап аласыздар. Балықтарды бөлшектерге бөліп аламыз. Қуыруға ыңғайлы болатындай бөліктерге бөлеміз. Бөлшектеп бөліп алғаннан кейін дәміне қарай балыққа көз мөлшерімен өздеріңіз тұз қосыңыздар. Менде видео түспей қалды, сол үшін сіздер көз мөлшерімен қосыңыздар. Тұз қосып барлық шетінен тұз сіңетіндей араластырып, жарты сағатқа немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Тұзы сіңіп, өте керемет дәмді болып тұрады. Енді кляр дайындаймыз. Бір жұмыртқаға шым-шым тұз сеуіп, 1 шай кесе толтырмай су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы суымыздың үстіне 5 қасық ұн салып, арасында ешқандай іртігі қалмайтындай етіп, бір қалыпты масса болғанға дейін араластырып аламыз. Егер массаларыңыз кішкене қою болып жатса, кішкене ғана су қосып, осындай сұйықтықтағы құймалжың масса шығарып дайындап алыңыздар. Міне қараңыздар, осындай сұйықтықтағы кляр шығу керек. Осы клярға балықты екі жағын аунатып алып қуырамыз. Ал енді екінші әдіс, балықтың екі жағын ұнға аунатып қуыратын боламыз. 2 табаға май қыздырамыз. Май қызған соң балықтың екі жағын клярға батырып, клярды кішкене ағызып жібереміз де майға салып, балықтың екі жағын да қызартып әдемілеп қуырып аламыз. Ал енді екінші әдіспен балықтың екі жағын ұнға аунатып алып, табаға салып, екі жағын қызартып әдемі қылып қуырып аламыз. Газдың отын қатты қоймай, орташа отта пісіріп аламыз. Қатты отта тұрса, балықтың арасы шикі болып, дұрыс піспей қалады. Орташа отта екі жағын кезектеп қуырып аламыз. Ұнға аунатқан балықтың табадағы май қарайып кетеді, ал клярдағы май тап-таза топ-тонық болып тұрады. Осы екі әдіспен де қуыруға болады. Өте дәмді болып шығады. Қай әдіс ұнаса, сол әдіспен қуырыңыздар. Балықты қызартып қуырсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Балығымыз дайын. Сүйікті менің көрермендерім, менің келесіде шығатын менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып қойыңыздар. Балықтың қалған майына пиязды қуырып, картоп сәбізі томалақтап, шұға етіп турап, тұз салып 20 минутқа бұқтырып қойсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Оны алдағы рецептермен бөлісетін боламын. Егер де видео ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.